Я даже ложки так не делаю. Ih, Dai sakta. Kumami no mawe. Kumami mawe. Poco loli, como loli, poco loli. Фариза, yaxshi yurсаң, 25 минут болды, не істеп жүрсің? Неге телефон тапсырмағансың? Бізге былай жүр деп біз осылай жүрміз. Уайымданмаңдар. Кстати, какой бешбармақтың тарелкасын берген бол маған. Ма палау қайда? Палау ма? Вы не будете спать! У вас будет срыв. Пошли наверх. Қыздар, мен қазір Инстаграмда секунд сайын тамақ жеңіз деген челленджге қатысып жүрмін. Привет, Алима. Тут есть еще какие-то вопросы, мы первое место займем. По нам понятно. Конечно, конечно. Как по сценарию, как по капитанскому. Вообще вопросов не будут аплодировать стоя. Мне Париж аплодировал стоя, понимаете? Телефон стоит ба? Сен опрос алайықшы. Бола ма? Вот. Рахмет бересіз ба? Рахат етем. Айтарыңыз бар ма? Айтарым жоқ. Саламатсыз ба, Дилекше, Эсма? Саламатсызбын. Қазақша, орысша? Түрікше. Как тебе наш сценарист Ислам ағай? Краш! Ема, такого лучше это сценарист. Ақтөбеліктерге нашим девочкам что хотите передать? Бұйырса, давайте пошумим. Бүкіл залдың барлығы Ақтөбе қыз деп отырсын. Кім ешті қойды сені? Алима. Алима, что? Драка болады. Да, мы очень такие чалшкан. Алим, давай, я на тебя квартиру поставила. Алима не перестает удивлять его. Это запрещенный Неспортивное поведение! Дисквалификация! Бүгінгі бойдан результатында Мен Дайнова Алима 9-шы А сынып оқушысы, келесі ондай поведение қайталанбайды деген уәде беремін. Мы точно дайындаламыз, не будем балду гонять. Мы точно будем готовиться, девочки, мы обещаем. Смотрите, девочки, вот такая вот двоечка красивая. Мынау жазу, мынау Алима. Бұл шкафчик. Киімдерін саласындар. Самина болсақ. Наконец-то мы вас дождались. Лақтырып кете ма деп, можно завтра деп ойлап едік. Не первый раз, но прощаем. Значит, бесил у нас. Ладно, забей маған уже. Заново, подождите. Всем привет, Эсмадан сұхбат аламыз. Өзіңді қалай сезіп тұрсың? Кайф, күшті, айырамыз бүгін. Айырамыз. Короче, прикиньте, у меня от стресса ресницы жестко падают сейчас. Өте қатты қуаныштымын осы күнге жеткенімізге. Нормально, бірақ шамалдап қобалжап тұрмын. Қобалжып тұрмын шамалдап. Енді мен орыспын да, қазақша сөйлеу қиын маған. Ощущение здесь. Вообще вайб другой, оказывается, вообще басқа мероприятия, ивенттерден гөрі осындай. Я сейчас нахожусь там, где я даже не представляю, что буду. Даже не было такого в моих мечтах. Вообще, контент серватором сенді, биллионерский тіркеліндер, чтобы видеть. Будущая работа. И Билах Тубе хыз, а ТикТок на тоже тіркелінс, тоже контент был. А так белая вышка чемпион. На самом деле ощущаю немножко такое предвкушение, но не стресс.
Типа мотивейшн осылай, моральный дух подготовили, главное оставаться на позитиве. Мне очень интересно выступить, так как капитанский это такая первая рубрика, которая бір адам шығады да өзі в соло сөйлеп тұрады. И угадайте кто? Мен қатысам капитанскийға. И реально, я рассчитываю на многое, потому что у нас и сценарий, и ойнаған, все идеально. Поэтому, guys, все будет классно. И я тоже надеюсь, что все будет классно, поэтому всем... Біз Ақтөбе қыздың бывший КВН игроктары болғанымен бүгін қыздарымызды қолдауға келдік. Вас нетке. Вот это вот не надо. Вот это вот не надо. Сәлем, бүгін бізде батыс аймақтық КВН ойындарына дайындық болып жатыр. Қазір бізде редактура, соңғы редактура, осыдан кейін уже жарыс болатын болады. Командалардан бір-екі сұрақ алып жүрсек. Что чувствуете? Как вообще? Готовы? Да, смело, Бринчур. Построить тема, вообще. Смело, Бринчур. Смело. Вот. БВ туралы вообще бір-екі сөз айтып жүрсеңіз. Бүгінгі күн туралы ма? Ақ команда ғой, сондай. Ерекше қонақ, Марат ағай, Шоқан ағай десеңіздер болады. Так, вообще ағай... Не үшін Шоқан ағай түсінбедім? Шоқан ағай, ладно. Потому что Шоқанға ұқсайсыз. Кім ол Шоқан деген? Серьезно ма? Ема, бірінші рет естіп тұрмын. Мен не, Рататуйда ғана кімге ұқсаймын ғой? Бүгінгі күн деп ғой. Белая вышка командасы супер, ұнайды маған. Бұл бізде Айс командасының ойыншысы. Отасың ба? Смело. Вот это уверенность. А вообще белая вышка туралы не ойлайсың? Тоже біз сияқты команда, олар тоже дайындалған. Ну, я тоже их поддерживаю. Олар да ота берсін, екінші орын алсын хотя бы. 2 сағат ұйықтадым. Айдет, нормально. Оқшыларға сенеміз. Не болса да. Қолымыздан келген жасадық, енді көреміз результат. Сәлем, достар. Бүгінгі күн керемет. Өзімді 2005-2006 жылдағыдай сезініп жатырмын. Себебі мен ең бірінші КВН-ге келген кезде тура осындай кішкентай балалар сияқты болғам. Сол сезім маған қатты ыстық. Үлкен рахмет шақырғандарыңызға, және де мен бүгін өзім баламмен ойнаймын. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Ағай, сіз негізі КВН ойындарына еңбегін сіңген адамсыз. Сезіміңіз қалай, себебі сіз бүгін балаңызбен ойнап жатырсыз? Балаңыз сіздің жолыңызды қуып жатыр. Бұл керемет сезім. Мен 2019-да соңғы рет КВН ойнағам. Уже КВН-ді сосын ойнамайын дегем негізі. Ойлағам, может быть, болды осымен болған шығар деп. Бірақ бүгін жаңа белес, жаңа толқын, жаңа направление деген сияқты. Бірақ көреміз енді, Құдай қаласа жеңсек, ары қарай сезонға баратын шығармыз. Рахмет ағай, сәттілік сізге. Қазір менің қасымда Құлсары командасы. Бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатыр? Бүгінгі күніміз өте жақсы өтуде, бәріміз жақсы дайындалдық. Бұйырса бірінші орын аламыз. Тройларыңыз қалай? Настрой бешеный, бәріміз айырамыз бүгінчіктер. Бүгінгі күнің қалай өтіп жатыр? Нормально, более-менее. Ойынға настроен қалай? Супер, отлично. Сен белая вышка командасын білесің бе? Саған қалай ол команда? Кайф. Я смотрела, классно. Бүгін бір жақсы, біз жақсы өлең айттық, жақсы ән айттық, жақсы сөз айттық. Өте күшті болды. Ойынға настроен қалай? Өте күшті. Бүгін бәрі күнілгі болып жүр. Мен де сондай қуаныштымын. Атырау қыз, кейіп қалма. Бүгінгі ойынға настроеніңіз қалай? Бүгінгі ойынға настрой өте зор. Бірақ та ең қайырлы, ең жақсы болады деген командалар ұтса дейміз. Бірақ бізде бойымызда қатты уайым жоқ, себебі өзіміздің қаламызда дома играем. Сондықтан өте керемет деп ойлаймын. Жоқ, ондай ештеңе, ондай кринж айтпай ақ. Пока что айтпаймыз. Жеңгеннен кейін айтуға болады, но қазір айтпаймыз. По секрету, мен негізі ақтөбелікпін, бірақ мен любимый команда бұл Атырау қыз. Күніңіз негізі қалай өтті? Осы редактура күндері қалай өтті? Редактура күндері негізі редактура екені қатты сезілмеді. Может, потому что өзіміздің лицейлерде жүргендіктен шығар, но андай қатты вайб сезбедім. Алайда қатты қиын болып атқан жоқ. Сондықтан күшті. Смело финалға өтесіздер ма? Бұйырса. Бірақ подаркаларыңыз күшті осы жылы. Ұнады, өте креативді. Бізде бүгін Абылмансұр Аби. Сәлем, Нихар. Бүгінгі күн қалай өтіп жатыр? Қиын, команда көп, соң бүкіл дайындық қиын болып жатыр. Сценарист болған кезде уже қандай қиыншылықтар болды сізде осы жылы? Мен командамен қиындық болмады негізі, күшті команда. Просто жазған кезде андай
басқаша стиль, новый стиль. Мен батыста бірінші рет болдым, сол үшін кішкене басқаша сезіліп жатыр. БВ туралы не ойлайсыз, белая вышка? Жақсы команда, тарихы бар команда, ұнайды. Нұр ағайға қарадыр. Бұл белая вышка құрамасының сценарист ағайы. Бүгін ойынға настроеніңіз қалай? Дерзко. Дерзко. Белая вышка негізі тарихы бар. Өте мықты команда. Бірақ осы жылы жаңа состав. Олармен жұмыс сізде қалай өтіп жатыр? Күшті. Кринж. Скуф. Боже, кринж вообще. 3 жыл белая вышка топ үшін шықпайды. Оның барлығы біздің сценарист Айс мектебінде математика мұғалімі белая вышканы сатып кетіп қалды. Так. Бүгінгі ойынызға настроеніңіз қалай? Күшті, өте күшті дегенде өте күшті еді басында. Қазір бір құлады бағана. Қазір енді ойынға 2 сағатта қайттан көтеріліп жатыр. Уақыт, эмоция көтеріліп. Белая вышка туралы бірнеше сөз айтсаңыз? Сәл арыстай аласың сәл? Бір аузыма шыбын кіріп бара жатқандай болып тұр. Белая вышка негізі составы жақсы жиналған осы жылы да. Алдыңғы жылға күшті состав болған негізі. Ол состав келсе бүгінгі ойында бірінші орынды оп-оңай екінші орын алуға болатын еді, негізі дұрыстап дайындалса. Составты алады негізі, бірақ енді жаңа команда екені сәл көрініп тұр, бірақ бұйырғанын көреміз. Қопарады, братандар. Бүгінгі ойынға настроеніңіз қалай? Өте керемет, және дайындық өзінің результатын көрсетеді деген ойдамыз. Сценарий бәрі күшті. Белая вышка құрамасы туралы не ойлайсыз? Белая вышка жақсы команда ғой жалпы. Қасымда біздің жергілікті команда Ақтөбе ер Борынтөбе командасы. Бүгінгі ойынға настроеніңіз қалай? Керемет. Өте күшті бұйырса. Керемет. Все, четко. Бұйырса айырамыз. Нормально. Намысты қолдан бермеу. Ақтауда болғанда, сонда Ақтөбе қыз деп бақырған бала Ескендір. Намысты осы бала болды. Ескендір жады? Иә, осы бала болды. Қайда білесіз? Камераға қарап. Ой, ұял. Сүйікті орамам. Жоқ қондай. Ақтау. Ақтау. Лохотрон. Всем пока. Белая вышка. Кішкене қобалжып жатыр. Бүгінгі ойында сенің ең сүйікті командаң қандай? Белая вышка. Мы его не заставляли. Сүйікті командаң қандай? Белая вышка. Бүгінгі ойында сіздің ең сүйікті командаңыз кім? Өзің команда айтуға ма? Жоқ, белая вышка дейсіз. Ең сүйікті командаңыз қандай? Белая вышка. Ол емес, белая вышка. Все.